Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ең үлпілдек жұмсақ бауырсақ пісіретін боламыз. Егер де сіздердің бауырсақтарыңыз көтерілмей жүрген болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ашытқымызды, яғни дрожжымызды ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін ашытқының үстінен қант салатын боламыз. Енді жылы суымызды құямыз. Суымыз қатты салқын немесе қатты ыстық болмау керек. Ашытқымызды жақсылап араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Ашытқымыз осындай болып шығуы тиіс. Енді ашытқымызды қойып қоямыз да, қамырымыздың ортасын осылай видеодағыдай ашып аламыз. Сол кезде қамыр илегенге ыңғайлы болады. Ұнымызға майонез салатын боламыз. Одан кейін жылы суымызға тұз саламыз. Осы тұзды сумен қазір қамыр илейміз. Енді жаңағы дрожжымызды ұнымыздың ортасына құямыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Және сұйық майымызды құямыз. Тұзды суымызды құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Салафанның үстінен осындай орамалды жабамыз. Қамырымыз 40-45 минуттан кейін осындай болып көтеріліп шықты. Енді қамырды екіге бөліп тұндырып қоямыз. Енді сковородкамызға сұйық майды құйып, қыздыратын боламыз. Майымыз қызғанша бауырсақты кесеміз. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Одан кейін бауырсақтарды осылай шеңбер тәріздес немесе 4 бұрышты қылып кессеңіздер болады. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды осылай салып аламыз. Бауырсақтарымызды қызарғанша пісіретін боламыз. Байқасаңыздар, біздің бауырсақтарымыз көтеріліп келе жатыр. Бауырсақтарымыз қызарғаннан кейін осылай аударамыз. Ұзақ пісіріп керек емес, өйткені бауырсақтарымыз күйіп кетуі мүмкін. Біздің бауырсақтарымыз дайын. Осындай дәмді, жұмсақ, топ-томпақ бауырсақ болып шықты. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!